Құрбанғали Халидтің Таурих Хамса кітабында аталық қызметіне мынандай анықтама береді. Аталық уәзір ағзам, бас уәзір мәніне келеді. Нәсілі қазақ жасы ханнан үлкен болып, қызметпен уәзір дәрежесіне жетсе, аталық деген атақ берілетін ғұрып болатын. Ал жарлыққа оның мөрі хан мөрімен бірдей жүреді. Аталық атағын алмаған уәзірде ондай дәреже болмайды деп жазады. Әрине бұл жердегі әңгіме Түркістанда Әзірет Сұлтан жанында ақ киізге көтерілген қазақтың ұлы хандары туралы болып отыр. Қазақтың саяси терминологиясында кіші хан, келте хан деген ұғымдар да бар. Олар көбінесе ұлы сұлтандарына қатысты қолданылады. Сонымен қатар хан билігін күшейту мақсатында әр жүздің басындағы келте хандар мен ірі ұлы сұлтандардың жанына жауынгер тайпалардан аталықтар сайланады. Аталықтар өздері шыққан үлкен ру тайпалар арқылы хандық билікті қолтықтап демеп отырады деп айтуға болады. Қазақтың арғын болсаң алтай бол, алшын болсаң адай бол, үйсін болсаң сиқым жаныс ботпай бол, найман болсаң қаракере матай бол дейтін айтатын сөзінің шешімі осы. Қазақ шежіресінің білгірі Мәшһүр Жүсіп Күдері қожаның бір толғауына түсінік бере келе: егіз тайым малай жәдігерден шыққан батырлар, заманында аталық атанып хандардың көші қонын билеген ерлер дейді. Бұл егіз тайым Бөкей хан әулетіне қызмет жасаған.